Осындай дәмді әрі жұп-жұмсақ пиццаның жасал жолын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеле отырыңыздар. Бұл пиццаны тауық етін қосу арқылы дайындадым. Ең алдымен бізге қамыры үшін 1 стакан жылы су, 50 мл сүт, жарты шай қасық тұз, 1 шай қасықтай толтырмай ашытқы және 1 ас қасық қант және де 3 ас қасық сұйық май немесе 24 мл сұйық майымызды қосып, кішкене ұн салып жіберіп, осы заттарды жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды біртіндеп сала береміз. 350 грамм ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ қамырымызды 2 бөлікке бөліп, 15 минутқа тындырып қоямыз. Тауық етін осында чеснок, паприка, тұз қосу арқылы маринадтап қоямыз және қуырып аламыз. Өкінішке орай менде видеосы сақталмапты. Ол түсінікті деп ойлаймын. Тауық етін табада қуырып аласыздар. Ал қамырды 15 минуттан кейін осы 2 бөлікке бөліп, осындай домалақ формаларға саламыз. Одан кейін кетчупқа майонезді қосып, жақсылап араластырып, жаңағы қамырдың бетіне жағатын боламыз. Қамырды кішкене шеттерін түзеп, әдемілеп біркелкі қыламыз. Осылай біздің жаңағы соусымызды жағып алғаннан кейін қуырылған тауық етін саламыз. Қасықпен жаймалап осылай. Қызанақтарды жұқалап тураймыз. Осылай домалақ етіп тураған пиццада әдемі көрінеді. Қызанақтарымызды салдық. Ендігі кезекте кішкене үстіне тұз себеміз де 180 Цельсий градуста 15-20 минуттай осы бетінде пісіріп аламыз. Қамырымыз піскеннен кейін барып қана сырымызды, жаңағы ірімшігімізді үккіштен өткізіп салатын боламыз. 200 грамм мөлшеріндегі ірімшігімізді осылай үккіштен өткізіп, қамырымыздың бетіне жайып, тағы да бір 3 минут немесе 5 минут көлемінде жай ғана сырымызды ертіп аламыз. Сол кезде біздің пиццамыз өте жаңағы сыры еріген, әдемі, дәмді болады.